Балалар, бүгін сіздермен біз табиғатқа, жалпы тылсым дүние, табиғаттың тылсым дүниесіне сапар шегеміз. Онда біз судың қалай пайда болатынын, судан, күннен нелер бізге керемет құбылыстарды көрсететінін бүгін сабағымыз, іс-әрекетімізде қайталап көрсетеміз. Енді назарларыңызды бүгін мен жалпы табиғатқа аудартайын. Міне қараңыздар балалар, жақынырақ келіп алыңыздар, ол үшін мен үшін мына жерге. Бірінші не көріп тұрсыздар? Балық. Бұл біздің су тоғанымыз. Енді қараңдар. Балалар, енді тыңдаңдар. Бізде бұл не? Күн. Енді бұл не? Тау. Дұрыс. Мұнда су да. Енді қараңыз. Бізде, тылсым дүниемізде, табиғатымызда ең бірінші күн не істейді? Нұрын жер бетіне төгеді. Тауларда сосын дұрыс. Мына жерде не болады? Күн көзін қойғанда не мынау шығады? Гүлдер, өсімдіктер. Содан кейін табиғаттың бір көзі су. Суда енді қандай жануарлар тіршілік етеді? Балдырлар. Сосын мына жүргендер нелер? Жүзіп жүргендер? Балықтар. Так, елдер айта ғой, аспанда не қалықтайды бізде? Бұлттар. Бұлттардан бізге не түзіледі екен? Жарайсыңдар. Жаңбыр, да? Жаңбыр. Ол бұлт жаңбырды түзеді. Жаңбыр бізге не істейді? Тау басынан ағып суны суны. Бұл бізге балалар табиғатта өлі және тірі табиғаттар бар. Оның ішінде жанды және жансыз деп бөлеміз. Енді қараңыз, бұлттан су пайда болды, міне тамшылап жатыр, көрдіңіздер ме? Жаңбыр ағып қайда барады жаңағы? Сәбізді шөбеке деп жұлып алдым, бірақ тамыры жұлынбапты. Қайта өсіп шығатын шығар? Дана, сәбіздің тамыры сәбіздің өзі. Сондықтан да оны жем тамыр деп атайды. Жеміс. Так, балалар, жем тамыр дегеніміз не істейді? Сәбіз. Не үшін екенін тыңдаймыз. Ол құмда не істейді? Жасырынып өседі. Дұрыс. Так, тек қана бізге сабағы көрініп тұрады. Түсіндіңдер ма? Сондай өсімдіктерді біз жем тамыр дейміз. Әрі қарай жем тамыр өсімдіктеріне қандай өсімдіктер жататынын назар аударайық. Тамырында дегенді білдіреді. Жем тамыр. Істейік. Қарсы алайық. Шапалақтайық балалар. Қандай қонақ екен? Басада тұр қызанақ. Пайдалы. Әлі құналы. Қызанақ. Сылым. Ең. Пайдалы. Әлі құналы. Қызанақ. Сусының қанда. Магний, кальций, натрий, мезотолван, А, В, С, К, Р, дәрмендеме, жайны, суын, алма, жемін, қамыс, қуалы, қызанақ қайда өседі, топырақты өмірші, оған соғою, үлкенді өсуі, қызанақ пайдалы болады. Текшелерден сіздер қызанақтың күлтешесін шығарамыз. Ол деген гүлі. Түсіндіңіздер ме? Гүл құрастырамыз. Гүл құрастырмастан бұрын Айлин, сенде қандай түс берілген?
не болады екен? 4 бөліктен тұрады. Бірінші алмаға дейін не? Тамыр. Сосын мына діңгегі, дің деп айтылады. Бұтақтары. Балалар, біз бейне фильмде көргендей, жеміс ағашының құрамы нелерден тұрады екен? Елдар? Тамыры. Гүліне дейін не бар? Діңге? Діңгегі. Содан кейін бізге көкөністер пайда болды дедік та. Бүгін бізге қонаққа келген көкөніс Помидор. Қызанақтың да өзінің құрылымы бар балалар. Қазір адамды қараңыздар, мына не? Тамыры. Діңгегі. Мыналар нелері? Гүліне дейін нелер мыналар? Жапырақ. Сосан кейін енді екінші неге назар аударыңыздаршы, мынаның гүлі қай жерде тұр? Жоғарыда. Сонда қызанақ басынан бастап гүлдейді. Содан кейін жемісі не істейді? Астына қарай түседі. Жарайсыңдар балалар. Бұл не балалар? Күн. Содан кейін әрі қарай. Мынау не? Бұлт. Дұрыс жарайсыңдар, бұлттар. Енді күн бұлттарға әсер етудің арқасында не пайда болды? Булану процесі жүріп жатыр. Бұлттар не жауды? Жаңбыр. Енді таудың басынан жаңбыр не болып түсіп жатыр бізге? Кері айналып. Мына не ағып отырған? Су. Сонда деген жаңбыр тек қана біздің үстімізге жауып тұр ма, әлде барлық жерге ме? Барлық жерге, да, тіршілік көзіне жауып тұр. Енді қараңыз, ол су болды. Су бізге келе ма балалар? Күн, жаңбыр сайталаға құйып, сосын неде тау арқылы. Мына қараңыздар, енді мыналардың барлығы өлі табиғат болса, енді бізде тірі табиғат бар. Мұнда нелер бар балалар, қараңыздар? Балықтар, я. Осының ішінде балықтар бізде тірі табиғатқа жатады. Түсіндіңіздер ма? Енді өздерің айтып қойыңдаршы, мына не балалар? Жаңбыр. Елдар сен тұз тұр ғой, өйтіп айтпайсың ғой. Айдын сен дедіп тұр. Қазір қайдан Елдар сен айтқан түсіреді. Мына қара күн. Жаңбыр. Сосын тау арқылы. Дұрыс. Балықтар қандай табиғат? Тірі табиғат. Енді күніміз, бұлтымыздың барлығы өлі табиғат. Түсіндіңдер ма?